Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін сіздерге кеңес дәуірі кезеңінде оқылуға тыйым салынған әлем әдебиетінің ерекше көркем туындысы жайлы және сол кітапта айтылатын ел жайлы айтамыз. Бұл кітап атауы Финляндия, ақыл алакөлдер өлкесі немесе бір ұлттың рухани оянуы. Бұл кітаптың авторы Григорий Спиридонович Петров 1923 жылы, яғни осыдан тұп-тура 99 жыл бұрын Ленин құрған кеңестік ел 70 жылдан ұзақ жасауы мүмкін емес. Ал мен қашып келген ел, яғни Финляндия, мәңгілік ел болады деп жазған екен. Шынында да кеңес одағы 70 жылда іргесі сөгіліп, ыдырап кетті. Ал Финляндия бұл күнде озық дамыған 20 ел қатарында. Ең әділ полиция, теңдессіз мемлекеттік басқару жүйесі, заң әділеті, әлемдегі ең үздік білім беру жүйесі бәрі Финляндияда. Жер көлемі бойынша әлемде 64-ші орында тұрған бұл елде қазба байлық мүлдем жоқ есебінде. Алайда фин халқы өнер білімінің арқасында әлемге әйгілі Nokia компаниясын құрды. Адами даму индексі бұл елде өте жоғары және ең қызығы салық жүйесінде әділеттілік орнаған. Тіпті айыппұлды да табысына қарай төлейді. Яғни табысы аз жұмысшы жол ережесін бұзса аз айыппұл төлейді, ал миллионер жол ережесін бұзса көп айыппұл төлейді. Финляндияның өте табысты миллионері жолда жылдамдық арттырғаны үшін 180 мың еуро айыппұл төлеген. Бұл шамамен 90 миллион теңге. Финляндияның осындай дамыған ел болатынын 100 жыл бұрын Григорий Петров қайдан білді? Ол кезде фин халқы шведтерден жаңа тәуелсіздік алған, мүлдем дамымаған, өте кедей, батпақты суық аймақ еді. Дәл осы кедей әрі жұқпалы ауру тараған аймақтың ақыл алакөлдер өлкесіне айналарын Григорий Петров қалай білді? Петров өзінің ақыл алакөлдер өлкесі атты кітабында адамдар, олардың ұлт болып бірігуі, ұлттардың рухани оянуы, өсуі, шарықтауы мен құлдырауы және ұлт ретінде жойылуы айтылған. Бұрынғы Иран, Осман империясы, Австралия императорлығы да күйреді. Орыс патшалығы да жермен жексен болды. Висмарк, Вильгельм сияқты әйгілі адамдарды дүниеге келтірген Герман мемлекеті де жеңілістің ащы дәмін татты. Ескі Рим императорлығы, 15-ші Луидің Франция дәурені, Романовтардың Орыс патшалығы, Қытай, Үндістан мен Иранды жаулап алған Моңғол империясы да тоз-тозы шықты. Тарих бұл мемлекеттерге өз үкімін шығарды. Олардың бәріне ортақ бір кемшілік бар еді. Экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелер, алайда басты кемшілік бұлар емес. Мемлекет құрылымының ескі жүйесі мен ел басқарудың бұрынғы әдістері өз заманында қаншалықты жеткілікті көрінгенімен, уақыт өте келе заман талабына сай жауап бере алмауы әбден мүмкін. Жалындаған жас буын өкілін ескі тәсілмен басқару мүмкін емес. Жаңа ұрпаққа ақылға қонымды, әділетті, тамырын тереңге жіберген басқарудың жаңа түрі қажет. Фин халқы да 20-шы ғасырдың басына дейін тәуелсіз ел болып біріккен емес. Ұзақ жылдар бойы шведтердің, кейіннен орыстардың боданы болды. Сонда Финляндия осы дәрежеге қалай жетті дерсіз? Олардың ұлттық рухын көтерген әнші бишілер, байлар мен саудагерлер емес, ұлт зиялылары еді. Егер маған кімді ұлт зиялысы дейсің десе, Үндістанға азаттық әперген Махатма Гандиді, Оңтүстік Африка Республикасы мен қара нәсілділерге теңдік алып берген Нельсон Манделаны, қазаққа азаттық үшін күрескен Бөкейхановты және фин халқының рухын оятқан Снельманды айтар едім. Тәуелсіздік алған тұста фин халқы шала сауатты, діндарлардың сөзін емес, шынайы ұлтын сүйген ұлдардың соңынан ерді. Солайша діни теріс уағыздардан тез арада арылды. Халық жаппай сауат ашып, өнер білім жолына түсті. Соның арқасында бұл елге әлем елдері тамсана қарайды. Елдің кез келген азаматы еш ескертусіз, әрі ешқандай өтінішсіз парламент отырысына қатыса алады. Ал парламенттегі депутаттар кез келген адамның сұрағына жауап бере алады. Елдегі қоқыстың 99% қоқыс полигонына жетпейді, тек 1% қоқысқа төгіледі. Елдегі қоқыстың 60% өртеледі де одан жылу және энергия алынады, ал қалған 39% қайта өңделеді. Қоқысты өртеп алынған энергия бүтін бір қалаларды жылу мен жарық беруде. Әлем бойынша ең таза крандағы су Финляндияда. Бұл елде кез келген крандағы суды ішуге болады, және бұл су әлемдегі ең таза су болады. Бұл елдегі бала тәрбиесі бәрінен биік қойылған.
Сенесіз бе, Финляндияда Кеңес одағының «Ну, погоди» мультфильміне тыйым салынған. Фин ғалымдарының зерттеуінше, бұл мультфильм бала психологиясын бұзады және шамадан тыс қатыгездік пен жануарлар әлемін дұрыс қабылдауға кедергі келтіреді деп есептейді. Яғни, қасқыр соншалықты әлсіз әрі қорқақ емес дейді, ал аю басшы емес деген ұстанымға келді. Шынында да бұл мультфильм түркі халықтары үшін киелі саналатын қасқырды ақымақ, ал славяндар үшін киелі саналатын аюды басшы етіп көрсетеді ғой. Және Финляндия балалы ананың ақ сүтімен емізу бойынша алдыңғы орында. Фин ұлтының медицина мамандары баланы анасының өз сүтімен тамақтандыруын өздеріне міндет етіп қабылдайды. Ана босанбай жатып соған дайындалады екен. Соның арқасында Финляндия жасанды құрғақ сүтті ең аз пайдаланатын ел саналады. Біз бұл видеода Финляндияның экономикасы жайлы көп айтқан жоқпыз. Алайда Финляндия экономикасы әлсіз дегенді білдірмейді. Бұл елдің басты ресурсы адамы және оның ақыл ойы. Ресейде агрессиялық қимылдары сезіне қалғанда, Финляндия Ресейді қағазсыз қалдырды. Ресейде қарапайым ғана қағаз тапшылығы қатты сезілді. Осыдан соң Финляндия экономикасының деңгейін аңғара берсеңіз болады. Әрі бұл ел тұрғындарының 1/3 ағылшын тілін еркін меңгерген, яғни әлемдік білім барлық есіктері бұл ел азаматтары үшін ашық. Мен бұл ел туралы Ақ лалагүлдер өлкесі Финляндия атты кітапты алғаш рет осыдан 6 жыл бұрын орыс тілінде оқып едім. Кейіннен түрік тілінен Әлия Ибрагимова тәржімалаған қазақша нұсқасында бірнеше мәрте оқып шықтым. Осы еңбегі үшін Әлия Өмірзақ қызына алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, осы видео туралы ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз.